Кеткен Қызылорда облысы Арал ауданының тұрғыны 19 жастағы Ринат Жеткергенов үйіне есінен адасқан күйде оралыпты. Қазір тіпті ата-анасын танымайтындай халге түскен жігіт кейде өзінің не айтып отырғанын да білмей қалады. Ал Ринаттың ата-анасы балалары әскери шенділердің қорлығынан кейін өте ауыр жағдайға түскенін айтады. Сөздерінше, сол жақта қызметкерлер сарбазды казармада аяусыз ұрып соғып, әбден қинап басына зақым келтірген. Енемен тесті ма? Қатық көтепті тізікше. Конкрет же олар дейді. 3 күн бұрын ғана әскери борышын өтеп келген Ринат Жеткергенов үйіне осындай халде оралыпты. Содан бері жақындарына маза бермей, өзімен өз мүліктерді қиратып, үйдің астан кестеңін шығарады екен. Тіпті ұлын тынышталдырмақ болған әкесіне де бірнеше рет қол көтеріпті. Жігіт қазір тіпті жақындарын танымайды да, онымен қоймай әр нәрсені сандырақтап сөйлей береді дейді туыстары. Ринат Жеткергенов отан алдындағы борышын өтеген Ақтау қаласындағы 25-744 теңіз әскери флотындағылар балаларыңыз сәл ауырыңқырап тұр, күтіп алыңыздар деп ескерткен дейді жігіттің туыстары. Бірақ ата-анасы әскерден енді оралған баланың түрін көргенде үстеріне жай түскендей болғандарын айтады. Сөздерінше, пойыздан түскенде Ринаттың үстіндегі киімі жыртық, ал аяғында жаздық аяқ киім болған. Баламыз отан алдындағы борышын өтеп емес, 1 жыл бойы құдды бір құлдықта жүріп қорлық көргендей дейді. Есі кіреслі шығасыл сарбаз үйіндегілерге әскерде жүріп өзінің қатты қысым көргенін айтқан. Қайтар алдында 8 күн бұрын 4 әскери қызметкер өзін жабылып ұрып, тіпті құлағын тесіп келеке қылғандарын да жасырмады Ринаттың ағасы. Құлағын тескен, құлағында жарақат тұр. Құлағын инемен тесіп, мен сені қыз қылам, мен сені әйелім қылам деп, сөйтіп зорлық-зомбылық жасаған. Балаға 2 күннен бері ұйықтамайды, өзіне өзі сөйлей береді, азаннан кешке дейін сандырақтап. Ақхалаттылар 19 жастағы Ринаттың қатты соққыдан миына зақым келді деген қорытынды жасапты. Ал Қорғаныс министрлігіндегілер Ринаттың әскер қатарында жүргенде денсаулығына шағым түсірмеген еді дейді. Әрі тәртіпті үлгілі сарбаздардың бірі болғанын айтады. Тәжірибелі командирлер, тәрбиешілер мен сержанттар сарбазға әскери қызметті өткеру уақытында қолдау көрсеткен. Сонымен қатардағы жауынгер Ринат Жеткергенов қызмет өткерген кезінде денсаулығына және басқа да ешқандай шағым жасамаған. Ал өздері Ринатты үйлеріне дейін шығарып салса да, жауапты әскери шенділер сарбаздың қазіргі жағдайын өзімізде түсінбей отырмыз дейді. Қазір сарбаз әскери борышын өтеген 25-744 теңіз әскери флотында осы іске қатысты ішкі тексеріс басталыпты. Ал азаматтың жақындары кінәлілер баламызды әскерге жіберген кезіндегідей ауруынан айықтырып берсін деп отыр. Абай Нұржанұлы, Махаббат Нұржанқызы, Рахымжан Сқақов, Информбюро. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информбюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube-тағы парақшасынан жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.